Сәлем достар, қалдарың қалай? Сіздермен бірге тағы да косплей. Бізді қайда жоғалып кетті деп ойлап жүрсеңіздер, біз еш қайда жоғалған жоқпыз. Біз сіздер үшін жаңа видеоларды, жаңа шоуларды жасау үстінде болдық. Бүгін біз аяқ астынан ойламаған жерден Galaxy Note 9 смартфонына алғашқы көзқарас түсіретін боламыз. Бұл смартфонның шыққанына аз уақыт өтсе де, Қазақстанға сатылымға түспесе де, көптеген басылымдар, көптеген YouTube каналдар осы смартфонға шолу немесе алғашқы көзқарас түсірген болатын. Сонымен Қазақстанда алғаш рет қазақша Galaxy Note 9 смартфонына алғашқы көзқарас. Galaxy Note 9 смартфонның дизайны былтырға қарағанда аса өзгерістерге ұшыраған жоқ. Тек қана құлыптан шешу немесе қосу бастырмасының камераның астына орналасуы. Бұл әрине өте ыңғайлы қосымша. Басқа айырмашылық жоқ. Алдына қарайтын болсақ, алдыңғы жағында тек қана дисплейінің жан жағындағы скрублениялар, яғни қайырылып тұрған бөліктері былтырға қарағанда кішірек. Ол қолға ұстағанда ыңғайлы болу үшін. Астында стерео динамик, джек, тағы да тоққа қосу қуаттандырғыш ұяшығы. Астыңғы жағында ең басты өзгерістердің бірі ол әрине S Pen. S Pen деген стилус. Стилус жайлы тағы да тоқталып айта кететін боламын. Бірақ та сырт көзқарасқа стилус өте стильна көрінеді, яғни жаңаша, заманауи көрінеді. Қолға ұстаған кезде өте ыңғайлы. Бір қолмен алып, керек жұмыстарыңызды жасай бересіздер. Үстіңгі жағында сим-карта, SD карта салатын ұяшық. Яғни, былтырғы жылға қарағанда аса өзгерістер жоқ, тек қана кішігірім жаңашыл функциялары, жаңашыл қосымшалары болмаса. Камерасы жайлы айтатын болсақ, артқы камерасы 12 мегапиксель және ең басы ауыспалы диафрагма 1.5-те 2.4. Бұл биылғы жылғы трендтердің, заманауи трендтердің бірі болып табылады. Камерасы жайлы тағы да айта кететін мәселе ол әрине слоумо, яғни баяу түсіру қабілеті, баяу түсіру қосымшасы. Galaxy S9 Plus тағы сияқты ол 960 FPS практикада түсіріп тексеріп көретін боламын. Өте қызықты функциялардың бірі. Техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, Galaxy Note 9 смартфонның басты ерекшеліктердің бірі ол әрине аккумуляторның 4000 мАч жұмыс жасауы. Өндірушілердің айтуы бойынша бұл смартфон бір тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеу қабілеті бар, ал кейбір YouTube каналдарды қарап отырсаңыз, практикалық тестілеу кезінде Galaxy Note 9 смартфоны 8 сағат 50 минут 9 сағат көлемінде жұмыс жасады. Әрине, былтырғы жылғы флагманға қарағанда көбірек, ол 8 сағат 7 сағат жұмыс істеген болса, биыл 9 сағатқа дейін өнімділігі көбірек болып табылады. Оперативтік жады 6 гигабайт, кіріктірілген жады 128 гигабайт, ал шетелде, яғни ақш-та кіріктірілген жады 512 гигабайтқа дейін, ал оперативтік жады 8 гигабайтқа дейін жұмыс жасайды. Әрине, көңіл түсіретін жағдай емес, себебі сіздер SD слотқа, яғни SD картаны 512-ге сатып алып, қосып жұмыс істей аласыздар. Сонымен достар, Galaxy Note 9-дың басты ерекшеліктерін, айырмашылықтарын айтып кеттік. Ал айта берсек, техникалық сипаттамалары бұл смартфонда өте көп және өте қызықты. Мысалы, IP68 бәрімізге белгілі, суға батпайды, отта жанбайды деген сияқты. Жоқ, әрине қалжыңдаймын, суға батқанда 3 метр тереңдікте жарты сағатта жұмыс жасайды. IP68 бәрімізге белгілі. Galaxy Note 9 смартфонына алғашқы шолу осымен аяқталды. Менің ойымша Galaxy Note 9 биылғы трендтердің тренді. Себебі бұл смартфонды ұстау және қолдану өте ыңғайлы және өте орысша айтқанда приятно. Біздің видеоларды өткізіп алмаңыздар, біз ары қарайда сіздер үшін тек қана қызықты техникалық шоуларды, көзқарастарды, эксперименттерді түсіре беретін боламыз. Сіздермен бірге болған косплей, келесі кездескенше сау!